Сәлем достар, барлықтарыңызға қалдарыңыз қалай екен, әдеттегідей комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен мен бүгін видео түсіргелі отырмын. Ол видео бізде кукинг видео болады. Сіздерге комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздерге кукинг видеолар ұнай ма? Егер ұнаса, алдағы уақытта көбірек кукинг видеолар шығаруға тырысамын. Егер ұнамайтын болса, ұнамайды деп жаза кетіңіздер. Ал енді кеттік. Достар, біз бүгін бауырсақтың қамырын ашытып үйренеміз және оны қуырамыз. Ал енді кеттік. Бастаймыз. Бұл жерде менде жылы су, неше грамм болған белгісіз. Менде толығымен 250 грамм десем болады, немесе 300 грамм. Дәл осыны құямыз. Және мұнда менде 200 грамм сүт. Оны да құямыз. Және біз қазір апара дайындаймыз. Апара дайындап жатырмыз. Сол апараға бізге бір қасық дрож, міне салдым. Енді бір қасық шекер қосып жатырмын. Және кішкене шым тұз қосамыз. Мен оны қолыммен саламын, өйткені тұз көп қосудың қажеті жоқ. Екі шымшымдай салдым. Және араластырамыз. Сіздер сүттеріңіздің, суларыңыздың несіне қарап өте шыншыл боламыз. Ал енді жарты шай қасық дрожжтан қосып жатырмын. Міне осылай бетінде қылқып жүру керек. Енді араластырамыз. Араластырып жақындап көрсетейін. Қазір жақындап көрсетейін. Міне мынандай болып шығу керек. Яғни ішінде дрожждар жүру керек. Ал ендеше араластырамыз. Осы араластырамыз және ұн саламыз. Ол ұнды мен қазір 1 минут, маған 10 минут, 15 минуттай керек. Достар, міне бізде көтерілді. Ал ендеше достар, мен жаңа басқа кесе алып келдім. Осы мынау примерно 150 мл, 150 грамм сондай болатын шығар. Осы кесемен толтырып горкамен салып жатырған жоқпын. Сіздер ұндарыңыздың, яғни қоюлығына қарап, қанша ұн кететіні белгісіз, қоюлығына қарап отырсаңыздар болғаны.
керек ұн. Сондықтан мен тағы да ұн қосатын боламын. Араластыру қиындап бара жатыр, өйткені біздің ұн салған сайын массамыз қоюлап бастап жатыр. Араластыру қиын. Бұл жерде комоктар, яғни түйіршіктер болмауы қажет. Яғни бізде қазір кететіні 400-450 грамм. Жан-жағындағы ұндардың бәрін аламыз. Және араластырамыз. Және тағы да кішкене саламыз. Или 400 грамм қосқанда осындай болды. Қалған 50 граммын қосамыз, ол кезде жақсы болады деген үміттемін. Елу грамм емес, 100 граммдай қосайық. Өйткені әлі қоймалы жұң масса болып тұр. Араластырғаннан кейін қиындап кетті, сондықтан ары қарай таза қолмен иледім. Енді бәрі бірікті, мінекей. Енді бұны біз жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Және айтайын дегенім, достар, алдағы уақытта мен видеоларыма обложка қоятын боламын. Бұйырса, қай уақытта екенін білмедім. Сол сіздерге айтайын дегенім осы. Бетін мынандай тарелкамен жауып, және сүрткіш дейін бе, шүберек дейін бе, сүлгі осындай. Ыдыс-аяқтың сүртетін сүлгі осымен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Достар, міне мына қамырымыз қазір 1,5 сағатты өтті. Міне осындай болып көтеріліп жатыр. Бұның бетін тағы бір басып, содан кейін пісіруге ала беруге болады.